Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Ресей тығырыққа тірелген сияқты. Себебі ресейлік мұнай тиелген танкерлерді әлемдегі ең миллиардтаған халқы бар Қытай, екі-ақ мемлекет, Қытай мен Индия, Үндістан, екі мемлекетте санкцияға ілінген компаниялардың кемелерін қабылдаудан бас тартты. Ресейлік мұнай тиелген танкерлер тентіреп теңіздерде жүр. Қай жаққа тоқтарын білмей жүр. Себебі Қытай порттарына жақындап келген ресейлік 2 миллион баррель тиелген, мұнай тиелген танкерлер жағалауға барайын десе, қытайлық порттар қабылдаудан бас тартты. Себебі Америка санкция салған болатын. Ал Қытай ойлап еді, Қытай Американың санкциясына қарамастан Ресеймен осындай байланысын жасай береді деп. Алайда қазақта мынадай сөз бар ғой, батырға да жан керек. Өзінің пайдасына мығым Қытай Америкамен ашық айқасқа барудан бас тартты. Бұның тағы бір себебі Трамптың билік басына келуі. Себебі Трамп бірінші билік басына келген уақытында, бірінші президент болған кезінде Қытаймен қандай сауда соғысын жүргізгені жалпақ әлемге белгілі. Енді тағы да бір нәрсе, Индия осындай санкцияға ілінген компаниялардан бас тарту үшін мұнайдың шыққан тегін талап ететін сертификат сұрап жатыр. Ойлап қараңыздар. Ал үшіншіден тағы бір нәрсені айтайын. Қытайда, Индияда осы Ресеймен БРИКС-тің құрамында, ал БРИКС-ті білесіздер, сол БРИКС-тің құрамындағы ең үлкен миллиардтаған халқы бар жер шарында өзі екі-ақ мемлекет бар. Бірі қазір Индия, Қытайдан озып шыға келді. Индия, екіншісі Қытай. Осы екі мемлекетте Американың санкциясынан қорқып, ресейлік танкерлерді өз порттарына қабылдаудан бас тартып жатыр. Индия сертификат сұрап жатыр, әлгі мұнайдың шыққан тегін туралы сертификатты талап етіп жатыр. Қай жақтан шықты бұл мұнай деген сияқты сертификат талап етіп жатса, Қытай порттары мүлде қабылдамай қойды. Сол осылайша ресейлік мұнай тиелген, миллиондаған баррель мұнай тиелген танкерлер тентіреп теңізде жүр. Ал бұны не үшін айтып жатырмыз? Себебі Ресей осы мұнай газбен күнелтіп отырған мемлекеттердің бірі. Шындап келгенде, мысалы әлемдік нарықта озық технология шығарып, Америка сияқты, мысалы Қытай сияқты бір үлкен бір жаңағы технологиялық жаңалықтар ашып, әлемді сол несімен ұстап отырған мемлекет емес. Ресейде мұнай газбен, шикізатпен күнелтіп отырған мемлекет. Ал өзінің ең үлкен серіктестерінің өзі жеме-жемге келгенде бұндай істеп кетеді деп мүмкін Путин ойламаған шығар, кім білсін. Батырға да жан керек деп қазақ осыдан кейін айтқан шығар. Себебі Америкамен алысқысы келмейді. Индия болсын, Қытай болсын, БРИКС-тің құрамында болса да. БРИКС-тің құрамында кеше ғана үстел басында Путинмен емен жақын сөйлесіп отырған Индия мен Қытайда енді жеме-жемге келгенде санкциямен, Американың санкциясынан кейін мұндай танкерлерді қабылдамай қойды. Бұл деген сөз Путинді әбден тығырыққа тірейді деген сөз. Әлемдік ақпарат құралы BBC бұл туралы жазып жатыр. Бұл расында да ең қатал санкция болды деді. Кімнің бір жағынан бұл Ресей үшін бір жағынан мынау тиімді сияқты ма деп те ойлаймын. Ресей кімнің дос екенін, шынайы дос екенін, кімнің жеме-жемге келгенде қасында қалатынын, кімнің жаңағы санкция басына қара бұлт үйірілетін болса, кімнің тастап кететінін мүмкін анықтаған да шығар осы арқылы. Кім білсін. Бірақ қалай дегенмен де әлемдегі миллиардтан астам халқы бар осынау екі мемлекетте жеме-жемге келгенде осындай қадамдарға барып отыр. Негізінде бұл мемлекеттер БРИКС-ке жиналған кезде бір-бірімен кәдімгідей күшті достар сияқты, жаңағыдай тіпті доллардан бас тартайық дегендей неше түрлі жобалар ұсынып жатты. Ал енді мынадай санкция болып еді, Қытайда болсын, Үндістанда болсын, миллиардтаған халқы болса да, Америкамен бұндай ашық айқасқа барудан бас тартты. Көріп отырсыздар ма? БРИКС-тің
жалпы күш қуатының қандай деңгейге дейін баратынын бұл кезге дейін тек бұл сәнді ұйым, көп сәнді ұйымдардың бірі деген, модный, сырт келбеті күшті болып БРИКС деп көрсетілгенімен, әр жерде орналасқан мемлекеттер бұның бір экономикалық пайдасы бола қою екіталай деген еді. Ал енді көріп отырсыздар, Вашингтон санкция салып еді. Қытай да, Үндістан да өзінің әрқайсысы жаңағыдай өз бастарының қамын ойлап кетті деп айтсақ болады ғой. Әрқайсысы өз беттерінше жаңағы әрекет етуге көшіп жатыр. Ал енді Трамп ресми түрде Ақ үйдегі кабинетіне жайғасқаннан кейін Қытаймен қайтадан сауда соғысын бастай ма, әлде бүкіл назарын Ресейге бұра ма, ол жағы белгісіз. Трамп келмей жатып осындай өзгерістер болып жатыр енді.